Мемлекет басшысы тұрғын үй саясатын реформалауға қатысты заңға қол қойды. Біздің Қазақстанда 600 мыңға жуық азамат осы тұрғын үй кезегінде тұрса, 50 мыңға жуығы жалдамалы баспанада өмір сүріп келе жатыр. Ендігіде тұрғын үй саясаты қалай реттеліп, қайтып басқарылады. Қымбат көрермен, негізінен дәл осы сұраққа қатысты бізге келіп жатқан сауалдар өте көп. Алдағы бір сағатта жауап беріп көрсек. Ассалаумағалейкум. Ұлттық арнада ашық алаң, студияда Ерғанат Көпжасар. Қош келдіңіздер, қымбат спикерлер. Бірден өздеріңіз таныстырып өтсем, парламент мәжілісінің депутаты Нұргүл Тауқаным. Отбасы банк акционерлік қоғамы орталық филиал директорының орынбасары Дарья Батенова. Экономист Нұрлан Мұратбек. Бұл топтардан бөлек, яғни бұл топтарда бәрі анық, егер көп балалы отбасы болсаң, балаларың бар, бәрін көрсете аласың. Егер бірінші, екінші топтағы мүгедек болсаң да, бұл адамдарды көруге болады. Бірақ біз байқағанымыз бір зат, мысалы, көптеген адамдардың қанша табысы бар екенін табу өте қиын. Және бұл адамдар, мысалы, бұл кезекте әртүрлі адамдар бар ғой. Мұқтаж адамдар бар, мұқтаж емес адамдар бар. Және де сіз айтып өткен жаңағы мемлекеттік қызметкерлердің әртүрлі түрісі бар. Яғни осы кісілердің арасында қайсына әлеуметтік көмек қажет деген бұны анықтау өте қиын. Және де бұл жаңағы жеке тұрғын үй мәселесі ғана емес, бұл жалпы әлеуметтік саясаттың үлкен бір мәселесі. Мысалы, өткен күзде, қателеспесем, өнеркәсіп министрлігі 233 мыңға жуық адам осы кезекте болмау керек деп жариялаған еді. Өйткені ол кісілердің үйлері бар, басқа да тығып қойған табыстары бар. Осы көрген кезде 233 мың адам тым көп сан болып көрінеді. Осындай заттарды ескеру керек деп есептейміз. Яғни осы адамдарды, жаңа 233 мың адамды кінәлау қатты керегі жоқ. Өйткені халық, мысалы, осы жүйедегі осал тұстарды көріп, оларды өз отбасыларын ойлап отыр ғой. Сондықтан осы осал түстерді пайдаланып, өздерінің жағдайын жақсартуға тырысып жатыр. Сондықтан осы жерде кішкене капитализм заңдылығы бойынша әркім өзінше бір пайдалы нәрсе ұстап қалғысы келеді ғой. Иә, ондай зат бар. Өйткені сондықтан осындай заттар болмау үшін осындай осалдылықтарды жүйелі түрде жою керекпіз. Сонда ғана тек мұқтаж адамдар ғана алады. Өйткені ақыр соңында ол барлығымыздың ортақ салықтарымыздың қалтасынан келіп отыр. Осында ескеру керек деп ойлаймын. Осы жерде қосып жіберсем, жалпы әлеуметтік саясатты талқылаған кезде біз көбіне жеке азаматтар талқылаймыз. Яғни, мысалы, бір Алмас деген кісі болса, осы Алмастың табыстары мен шығындарын, үйі бар ма, үйі жоқ па дегендей. Бірақ көбіміздің отбасыларымыз бар ғой. Сондықтан, мысалы, көптеген сарапшылар және дамыған елдерде сараптаған кезде отбасы арқылы сараптайды, яғни жеке тұлғаны алмайды. Және осы жерде қазақтардың отбасылары қандай? Үлкен, яғни атамыз бар, апамыз бар, әжеміз, аға туысқанымыз бар. Яғни, мысалы, көп жастар ата-анасымен бірге тұрады, үйлерінде қалған. Көбісі осы туысқандармен бірге тұру мүмкін. Мысалы, студент басқа Алматыға көшіп барса, немесе басқа қалаға көшіп барса, ағасының үйінде тұра тұру мүмкін. Сондықтан мен ойымша, бұл жерде қатты мәселе ауыр деп есептемеймін. Яғни, мәселе бар. Бірақ менің ойымша өзіміздің ұлттық ерекшелігіміздің арқасында бұндай мәселе, мысалы, батыс елдермен салыстырған кезде қатты өткір болып тұрған жоқ. Неге мен ойымша осы жерде кішкене жинауға да қиындау, өйткені, мысалы, қаржы жинау. Осы қаржы неге жинауға қиындау, өйткені неге құртады ақшаны деп қарастырған кезде жастар, мысалы, кейбір әлеуметтік зерттеушілердің зерттеулері бойынша, мысалы, 10-20% айлықтың 20% әлеуметтік жиындарға кетеді. Мысалы, ол той болуы мүмкін, туған туыстардың туған күні, немесе басқа да кездесулер, көрімдіктер деген сияқты заттарға. Бір жағынан осы жерге де ақша кетеді. Яғни той болған жақсы, бірақ ол бізді отбасы ретінде күшейтеді, халық ретінде бізді біріктіреді. Бірақ бір жағынан бұндай заттардың да өз құны бар. 10-20% айлықтан, мысалы, ол пенсия болып жататын заттардың бірі. Сол. Жалпы алғанда әлем бойынша 3 үлкен модель бар, кең тараған. Жаңағы өзіңіз айтып отқандай, бұндай әлеуметтік саясатты қолдап отыру өте қымбат. Сондықтан, мысалы, европалық елдерде табыстың 50%-на дейін салық ретінде мемлекет қалтасына кетеді. Және осы жиналған салық кейін халық арасында қайта үлестіріледі, әлеуметтік көмек ретінде немесе басқа да жолдар арқылы. Бірақ бұл жерде бір айта кететін зат,
үлкен салық болған күннің өзінде де бұл жерде тұрғын үй сертификаттары арқылы емес, көбіне қолына қаражат беру арқылы береді көмекті. Мысалы, бір айда осы кісіге жаңағы арендан төлеген орнына, мысалы, мүмкін бала-шағасы ауырып қалса, осы айда сол ақшаны қолданып, мысалы, көбірек дәрмек алуына болады. Бұл бірінші жол. Екінші жол, ол жаңағы ақш моделі. Бұл жерде салықтар әрине азырақ, және де мемлекеттік қолдаудың көлемі де сәйкесінше азырақ. Бірақ бұл жерде әлеуметтік тұрғын үй деген секілді заттар бар. Және де кейбір Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско деген секілді үлкен қалаларда бұл тұрғын үй бағасын шектеп көрген. Бірақ өкінішке орай бұндай шаралар қатты бір жетістіктерге жетті деп айта алмаймын. Өйткені ақыр соңында көбі геттоларға айналып, яғни американдық киноларда көрген заттарға үлесіп кетті. Криминалдық орталықтарға. Иә, өйткені көптеген мұқтаж адамдар дұрыс көмек алмай, өздеріне өздері ғана бір бұрышта қалып қойғандықтан осындай жағдайлар туындап жатыр. Үшінші жол, ол сингапурлық жол. Бізде Сингапурды жақсы көреді. Яғни бұл жерде бір ой, мысалы, жалақыдан ақшаны ұстап қалу міндеттеу арқылы. Бірақ Сингапур мен Қазақстанды салыстырған кезде әрдайым үш затты ескеру керек. Біріншісі, ол Сингапур жай ғана қала екен, ол қала және ол аралда орналасқан, яғни бір-ақ қала. Мысалы, Алматы секілді ауданы бойынша, Қазақстан бойынша әлемде жер көлемі бойынша 9-шы орында тұр. Және барлығымыз осы кең далада шашырап кеткенбіз. Яғни ақпарат жинау, осы бағдарламаларды жүргізу деген сияқты мәселелер бойынша бұл өте қиын. Және де бір қаламен, мысалы, осындай үлкен территорияны салыстырған кезде Сингапурдың тәжірибесі кішкене қайталауға қиындау. Екінші зат, бұл жерде сингапурлықтардың мәдениеті де басқа, олар конфуциандықтар көбіне, яғни мемлекетке деген сенімділігі, сенімі жоғары, және де олар міндеттеу дегенге кішкене ашығырақ. Мысалы, қазақтарда ол жүрмейді деп ойлаймын, өйткені ата-бабамыз мысалы ешқашан салық төлемеген, ол 18-19 ғасырда ғана пайда болған зат. Сондықтан қазақтарды кішкене, мен ойымша, біздің халықта ол дұрыс қабылданбайды деп ойлаймын. Және де соңғы зат, Сингапур соңғы 50-60 жылда дамып келген мемлекет. Қазақстанда ондай жоқ. Яғни, оларда бір табыстарынан міндеттеп ақшасын алып қойса да, жалпы табыстар өсіп жатты да осы ел дамығандықтан. Қазақстанда кішкене қазір жағдай басқа. Сондықтан осы сингапурлық модель, мен ойымша, ол да кішкене қиындау. Дегенмен бірыңғай жинақ зейнетақы қорламыз. Осы жерде бір қосып жіберсем, яғни осы Алматы, Астана, Шымкент секілді үлкен қалаларда мен ойымша әлеуметтік тұрғын үй бағасын бұл жерде шектеудің керек жоқ. Өйткені жаңағы шектесек, бұл тұрғын үйлердің бағасы төмендеп, онда жаңағы аймақтардағы барлық адамдар осы қалаларға іздатта, және осы тараптағы бағдарламалардың ешқандай да бір эффектісі болмай қалады. Экономикалық қателік жібереміз ғой. Иә, сонда барлығымыз сонда кетіп қалсақ, сонда кім қалады дегеніміз ғой. Ол жерлерде жұмыс орындары жабыла бастайды, бизнестер жабыла бастайды. Сондықтан ол жердің де әлеуеті төмендейтін болады.